Қайырлы күн, достар. Бүгін ас мәзірімізде творожная запеканка. Балаларыңыз ірімшік жемесе, осы әдісті қолданып көріңіздер. Ол үшін бізге ірімшік, 2 жұмыртқа, қант, манка және қаймақ қажет болады. Барлық қоспалардың мөлшерін мен астына жазып қоямын. Қаймақтан басқасын бүкіл қоспаларды қосып, жақсылап қасықпен араластырамыз, немесе блендермен. Творожный массаны формаға саламыз. Немесе сіздерде силиконды форма болса, тіпті керемет. Сонда творожный запеканка биік болады. Келесі кезекте қаймағымызды творожный запеканканың бетін жағып аламыз. Пешімізді 160 градусқа қойып, сарғайғанша 30-40 минут пісіріп аламыз. Творожный запеканка дайын болды. Енді оны салқындатып қоямыз. Баршаларыңызға ас болсын.